Құрметті оқырман, менің атым Қожа шығармасына қош келдіңіз. Бұл презентацияда Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты шығармасы талқыланады. Шығарманың қысқаша мазмұны, басты кейіпкерлері мен идеялары қарастырылады. «Менің атым Қожа» 1957 жылғы жазылған қазақ әдебиетінің классикалық туындысы. Шығармадағы басты кейіпкер Қожа. Қожа тентек, бірақ ақылды бала. Оның қызығушылықтары мен армандары өте көп. Қожаның мінезі шығарма барысында өзгеріп отырады. Қожаның жанына жақын Сұлтан және Жанар. Сұлтан Қожаның жақын досы, Жанар Қожаның ұнатқан қызы. Олар Қожаның өміріне әсер етеді. Шығарманың басты тақырыптарына келетін болсақ, достық және адалдық, әділеттілік және теңдік, өмірлік құндылықтар. Әділеттілік пен теңдік маңызды құндылықтар. Қожа әділетсіздікке қарсы күреседі. Өмірлік құндылықтар ар-ұят, білім және оқуға құштарлық өмірлік құндылықтардың негізі болып табылады. Шығарманың желісі. Басталуы Қожаның өмірмен танысу, өзін-өзі таныстырудан басталады. Дамуы мектептегі оқиғалар, достарымен қарым-қатынас. Шарықтау шегі Қожаның өміріндегі маңызды болған оқиғалары. Шешілуі, қиындықтарды жеңу, өзгеруі және татуласуы. Шығарманың оқырманға берер тәрбиелік маңызы өте зор. Жастарға үлгі адал болу, жақсы оқу және қиындықтардан қорықпау. Өмірлік сабақтар, достықты қадірлеу, әділеттілік үшін күресу. Әсері ойландыру және шабыттандыру. «Менің атым Қожа» фильмі көрермендерді бірден өзіне баурап алады. Сондай-ақ «Менің атым Қожа» шығармасы мен фильмнің айырмашылығы бар. Шығарманың қазіргі заманға сай маңыздылығы да бар. Пайдасы, өзектілігі, орны. Шығарманың қазіргі жастарға берер пайдасы зор, көтерілген мәселелер әлі де өзекті. Қазақ әдебиетіндегі орны ерекше. Қорытындылай келе, «Менің атым Қожа» мәңгілік құндылықтарды дәріптейтін шығарма. Бұл шығарма әрқашан оқырмандар жүрегінде сақталады. Назарларыңызға рахмет.